Баршаңызға сәлем. Бүгін ауызашарға арнап дәмді пирог дайындаймыз. Дәмді пирогты дайындау үшін ең алдымен қамыр илейміз. Ыдысымызға ұнды елеп аламыз, алдын ала дайындап. Және де басқа заттарымызды дайындап қоямыз. Енді ұнның ортасын ашып, жұмыртқаны жарып саламыз. Келесі қаймақ саламыз. Және де ерітілген сары май саламыз. Дәміне қарай тұз саламыз. Енді барлығын араластырып, қамырымызды жақсылап илеп, июін қандыруға қойып қоямыз. Осындай жұмсақ, әдемі қамыр шықты. Бетін жауып қоямыз. Енді ортасына салатын салмасын дайындаймыз. Бізге тауық еті, картошка, пияз және дәмдеуіштер қажет. Ет, картошка, пиязды майдалап төрт-бұрышты етіп турап аламыз. Енді осының үстіне дәміне қарай тұз саламыз. Қара бұрыш саламыз, қызыл бұрыш саламыз. Майонез саламыз. Сонда салмамыз сулы, жұмсақ болып тұрады. Дәмі де ерекше болады. Міне салмасы дайын болды. Енді ию қанып тұрған қамырымызды алып, біреуін үлкендеу етіп, екіншісін кішілеу етіп бөлеміз. Дөңгелектеп формаға келтіреміз. Енді қолымызбен баса отырып жайып аламыз да, сосын оқтаумен жаямыз. Ешқандай жабыспайды, ұн себудің қажеті жоқ. Қамырды жұқалап жайып алдық. Енді пергамент қағазы төселген тапаға саламыз. Екінші қамырды жайып аламыз. Бұл біріншісіне қарағанда кішілеу болады. Бұны пирогтың бетіне жабамыз. Енді ортасына салмасын саламыз. Салмасын өзіңіздің қалауыңыз бойынша әртүрлі қылып сала беруге болады. Және де салмасын аздау салсаңыздар да болады. Бізге көптеу болған ұнайды. Бетіне екінші қамырды жабамыз. Жан жағын жапсырып біріктіріп, әдемелеп сәндейміз. Пешті алдын ала қыздырып қоямыз. Енді бетіне жұмыртқаның сарысын және болмаса жұмыртқаның өзін жағып шығамыз. Осылай сәндеп шығамыз. Узор салып. Жан жағын тесіп қоямыз, ауасын шығарып, және де бетіне кунжут себеміз. Сеппесеңіздер де болады. Мен әсемдік үшін септім. Енді қызып тұрған 180 градус пеште пирогты қызарғанша пісіріп аламыз. Міне пирогымыз дайын болды. Өте дәмді, керемет болып шығады. Сіздер де жасап дайындап көріңіздер. Ас болсын.